Самал, Иә. мінекей, сен осы лауазымда отырасың, иә? Иә. Сен білесің келісімшарт қалай болу керек екенін, иә? Кеше медет сенің көзіңше айтылды. Мінекей, келісімшарт болу керек. Қандай келісімшартқа қосымша? Мінекей, Құрманованың өзі, мен ойлап тұрмын, Бегалинова ұйымдастырған нәрсе. Иә, біз жауаптымыз ғой бұған. Мінекей, орыстар айтады ғой, Филькина грамота деп. Мұнда қосымша, мұнда негізгі келісім шарттың аты жөні, яғни оның атауы, датасы көрсетілмеген. Ол келісім шарт менде бар. Онда бар 23 қараша 13 жыл деп тұр, шатаспасам. Соған келісім шарт деген сілтеме жоқ. Мінекей, тек қана мына тұрғын үй мемлекеттік мекеменің басшысы қолын қоя салған, мөрін баса салған. Мұнда рас деген компания, сосын автокомбинат, кәнеке, әкеліңіз, оптимист, сосын кім, ұстаңыз, пассажирский транспортный альянс, бәртар бірде, Панченко шовинист, автокомбинат жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Біреуінің мөрі жоқ. И қандай келісім шартқа, мінекей, осылай халықтың наразылығын тудырып жатыр. Осылай бізді халықты ақмақ деп санап жатыр. Қандай келісім шартқа мынау қосымша келісім екені жоқ. Мұнда енді олардың заңгерлері де бар. Кеше мен медет саған айттым ба, иә, қалай болу керек деп, иә? Мінекей, мен заңгер болмасам да, мен енді өзім келісім шарттарымен жұмыс істеймін. Өзімнің жобалау саламда. Кеше мен айттым қалай болу керек екенін. Олар өздері де білет, менен жақсырек білет. Енді мінекей осылай өтірік, наразылықты тудырып, мына бүкіл облыстарда митингға шығып жатыр. Енді бізге де шығу керек. Енді мынау өтіріктің, келемеждің, мынау енді соңғы сатылары болып жатыр. Адамдарды мал қылып есептеп жатыр. Біз Руза апаймен сөйлесіп жатырмыз. Мінекей осындай масқара. Мөр талап етіп жатыр.